келдіңіздер Бауырсақ каналыма. Бүгін сіздерге булочки с творогом, яғни бәліш сүзбемен жасап көрсетемін. Сүтке тұз, қант, дрожж, сұйық май, жұмыртқаны салып, қамыр жасаймыз, жұмсақ қамыр. Қолға жабыспайтындай қамыр жасадық. Қамырды жарты сағатқа демалуға қойып қоямыз. Көтерілгенге дейін творогтың бетіне салатын начинкамызды дайындайық. Творогты аламыз, қант, жұмыртқа үшеуін араластырамыз. Егер творог болмаса, вареньемен жасауға болады, шоколадпен, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасай беріңіздер. Қамыр жарты сағат тұрды, көтерілді. Енді бір бөлігін алып, оқтаумен жайып аламыз. Мен бүгін булочкиді гүл тәрізді форма жасаймын. Ол үшін маған екі көлемді домалақ қып кесіп алатындай бір форма керек. Қазір видеодағыдай кесіп гүл жасаймыз. Осылай кесіп, кішкентай домалақтарға кесіп аламыз. 10 штуктай және бір үлкен домалақ кесеміз. Ол бір булочкидің жасалуына кетеді. Енді осы кішкентай домалақтарды ортасына салып, екіге бүктейміз осылай видеодағыдай. Мынандай формаларыңыз болмаса, стаканның бетіне жасауға болады. Ол да өте ыңғайлы. Осылай бәрін 10 штук домалақты осылай жасап шығамыз, айналдырып бәрін. Бір үлкен кесіп алған домалақты жаңағы бетіне жабамыз. Шеттерін қайырып, түсіп қалмайтындайға бекітеміз. Бекітіп шыққаннан кейін енді төңкеріп, жаңағы формамызды алып тастай саламыз. Ортасына творог саламыз сосын. Осындай әдемі гүл болып шығады. Енді қалған қамырды осылай жасап шығамыз бәрін. Осылай жасап шықтық барлығын. Енді бір жұмыртқаны алып, араластырып, осылай щеткамен жағып шығамыз. Жарты сағатқа 200 градусқа пісіріп аламыз. Булочки әдемі болып шықты. Гүл тәрізді, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.